Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен осындай селедкадан майонезсіз салат жасаймыз. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Салат жапырағын осылай майдалап турап, тарелкамыздың бетіне қоямыз. Туралған көк жуан мен петрушканы үстіне саламыз. Картошканы осылай турап, қатты майдаламаймыз, осындай кусоктарға бөліп, жан-жағына қойып шығамыз. Помидорды да дәл солай турап, жан-жағына картоптың қасына қойып шығамыз. Енді жұмыртқаны да помидордың қасына осылай әдемілеп қойып шығамыз. Енді кезек селедкаға келді. Селедканы сүйегін бәрін тазартып қойдым. Енді осындай бөліктерге бөліп, жан-жақтарына қойып шығамыз. Енді ортасына осылай помидорды қиғаш кесіп, ортасына сәндік үшін қойдым. Құятын соусын дайындайын. Зәйтүн майына бір ас қасық тұз салып, мынау горчица, дақылды, мынандай майда емес, дән сияқты горчица, үстіне лимон согын құйып, шырынын бәрін араластырып, салаттың үстіне құйып шығамыз. Соусын құйып шықтық. Өте дәмді болып шықты. Салат жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кеттіңіздер. Көп рахмет.